Бүгін мен сіздерге көпшілік жақсы көретін түпнұсқалық селт-пәт шубай салаты рецептін өзгеше түрде жасауды ұсынамын. Маған әдеттегіден осындай жаңа формада дайындаған қатты ұнады. Бұл идея сіздерге де ұнайды деп үміттенемін. Суға піскен көкөністерді және алманы үккіштен өткізіп, майшабақ пен пиязды уақтап тураймыз. Салатымыздың әдемі формасын дайындау үшін шағын кесе алдым. Оған майонез араласқан қызылшаны айналасына жағып, кесенің ішін толтырмай саламыз. Одан кейін алманы саламыз дәл солай. Майонез жағамыз. Кесеміздің іші толмау керек. Одан кейін сәбізге тұз, бұрыш араластырып тағы да саламыз. Кесеміз біртіндеп тола бастайды. Одан кейін қайталап майонез жағамыз. Себебі салатымыз құрғақ болмау керек. Одан кейін уақтап туралған майшабақты саламыз. Бетіне уақтап туралған пиязды орналастырамыз. Содан кейін майонез араласқан картобымызбен кесеміздің ішін толтырып, бетін тегістейміз. Кеседегі салатты тәрелкеге мұқият төңкеріп, кесе пішіні секілді жарты дөңгелек шығарамыз. Салатты өз қалауыңыз бойынша безендіріңіз. Мен аскөкпен безендірдім. Салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де дәл осылай селт-пәт шубай салатын жасап көріңіздер.